Сәлем қыздар, ыстық күнде балаларыңыз тамақ жемесе, осындай жасалу жолы оңай пиццаны жасауға кеңес беремін. Үйдегі бар заттардан жасауға болады. Ең бастысы, тестасы өте жұмсақ, балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін өткізіп алмаңыздар. Ең алдымен жылы су, жылы сүт, тұзды салып, жақсылап венчиктің немесе вилканың көмегімен араластырып аламыз. Сосын дрожжыны салып, араластырып бір келкі қылып аламыз. Одан кейін 4 қасық ұнды салып, жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Вилкамен немесе венчикпен араластырыңыздар. Оның ешқандай түйіршіктері қалмайтындай однородный масса болғанша араластыру керек. Енді бетін стричпен жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін осылай апара болып жақсы көтерілетін болады. Одан кейін қалған ұнымызды салып, өте жұмсақ тесто илейтін боламыз. Толық рецептіні описание бөлімінде видеоның астына қалдыратын боламын. Қалған ұнды қосып, өте жұмсақ қолға жабысатын тесто илейтін боламыз. Ең бірінші қасықпен осылай араластырып алыңыздар. Кейіннен қалған ұнды қосып, қолмен илейтін боласыздар. Бұл жерде қыздар қатып қалған грамм мөлшер жоқ. Мен бұл жерде 300 грамм қостым. Егер қолдарыңызға кішкене жабысып жатса, 30-40 граммдай ұн қосып жіберіңіздер. Одан артық ұнды қосудың қажеті жоқ, тестоларыңыз қатты болып қалады. Тестоны қолымыздан ажырату үшін кішкене сұйық май құйып жіберіп, тестоға жақсы сіңдіріп, қолымыздан тестоны ажыратып, бетін осылай ауа өтпейтіндей стричпен жауып 40 минутқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Тестомыз жақсы көтерілгеннен кейін оны екіге бөлеміз. Менде бұл жерде әр тесто 300 граммнан жақсылап күлшеліп екеуін қойып қоямыз да, сразу жая берсек болады қыздар. Ешқандай тындырып қоюдың қажеті жоқ. Тестомыз өте жұмсақ, бір жайғаннан ақ формасын жоғалтпайды. Өзімізге противенға салғанда қоюға ыңғайлы болу үшін сразу пергаментный қағазға салып мен жайып алатын боламын. Ешқандай оқтаудың қажеті жоқ. Қолдарыңызды сулап алып, тестоны осылай кішкене жайып жіберсеңіздер, жұқа болып жайылады. Егер бұлай ыңғайсыз десеңіздер, оқтаумен жайып шықсаңыздар болады. Тестоны жұқа қылып жая беріңіздер қыздар. Дрожжевой тесто болғаннан кейін біздің тестомыз кішкене көтерілетін болады. Қолдарыңызбен осылай қалың болып тұрған жерлерін бір келкі етіп, жұқалап жайып аласыздар. Өздеріңізге ұнайтын қандай да бір пиццаға қосатын соустарыңыз болса, соны пайдалансаңыздар болады. Ал егер ондай жоқ болса, үй жағдайында кетчуп пен майонезді қосып, жасап шықсаңыздар болады соус ретінде пайдалануға. Осылай кезек-кезек кетчуп майонезді жағып, араластырып барлық жеріне бір келкетіп жағып шығамыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген сырды пайдалансаңыздар болады. Осылай сырды салып болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пиццаның бетіне кез келген нәрсені қойсаңыздар болады. Мен бұл жерде колбасаны пайдаландым. Егер помидорды қойсаңыздар, маргарита ғып жазсаңыздар болады. Немесе перецтарды, куриный филені қосып жазсаңыздар болады. Қызып тұрған 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ, жеген 5 минутта жоқ болады. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, қыздар, көп-көп рахмет сіздерге. Жасалу жолы өте оңай рецептілер менің каналымда бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қазақша фудблогтың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.